Ал мысалы Барселонаның бар ғой, ол болельшіктері, ол кеше ғана. Мен Барселонаның болельшігі, мен інім ғой енді. Мен Барселонаның болельшігі болып көргем. Бірақ Барселона Райкардқа дейін іштенке алмаған ғой, іштенке алмаған. Тек қана туған күнді ойлаған ғой. Райкард, міне Анри, Этоо, қалай солар келді, содан бастап қуануға болады сендерге. Ал оның алдында осы қуануға болмайды Барселона. Мен просто Барселонаның ойынын көрдім да, мен Барселонаның болельшігі өзімнің қасымда отырды да, Барселонаның ойынын көріп, Барса дым ойнай алмайды екен ғой деп айтты. Мен Аллах куә. Асхат Айшхан мені эфирден тыңдаса жазсын трестке. Мен қасымда отырдым, мен Барселонаның стадионында ойнадым. Ал Реал Мадрид компьютер сияқты ойнайды ғой кәдімгі. Ойнап кеттіңіз бе? PSP ба? Не? Сол сияқты ойнайды ғой. Сол кезде. Бірақ мен былай ғой, сіздер былай ұрыспауыңыз керек. Негізі бар ғой біз. Ойбай Барселона. Бір Барселона, ол Реал Мадрид. Кезінде Аякс та күшті болды. Неге біз мойындамаймыз? Аякс, Бавария күшті болды. Неге біз мойындамаймыз? Ана Трецтің қолданушы сияқты болу керек қой, бәріміз футбол көретіндер командаларға бөлінбеуіміз керек. Бәріміз Реалға болеть етуіміз керек. Жоқ, мен нәрсе айтайын, ойнап айтып жатыр. Тоқта, мен тыңдап айтайын. Мен мысалы ұрысып жатқан жоқсыз ба? Жоқ, мен Барселонаға қапагершілігім жоқ. Мен бар ғой, шынымен мен футбол көруге барам ғой, Испанияның чемпионаты болып жатыр екен десе, мен 3-ақ команда көремін негізі. Атлетиконы көремін, Барсаны көремін, Мадридті көремін. Қалған ойын қызық емес маған. Леванте ма ол, кім анау, Райо Вальекано ма, ар жағындағы ше, мен оларды көрмеймін. Мен қызық көретін. Футболдан ләззат аламын да мен. Ләззат алғаным соншалықты, мен ол Барселона ойнап жатыр ма, ол басқа ойнап жатыр ма, маған қызық емес. Маған футболда тек қана анау айтады ғой, жаңағыдегі ішіндегі процесс, әдемілік, гол болды. Қыздарға да сөйтіп қарау керек деп жіберіп жатсаң да.